Сәлеметсіңдер ме қыздар, менің тоқыма тоқып үйренейік каналыма қош келдіңіздер. Міне осындай бүгін шакет тоқыпты үйренеміз. Өте жұмсақ, жеңіл, денеге қонымды. Қыздар, шакеттің етегі бір оң бір теріс резинамен басталады. Мынау иығы осылай біріктіріледі, өте әдемі шығады. Мына шеті, қолтықтың астындағы артық жіптердің барлығы жасырын түрінде біріктіреміз. Осындай ғана жіп қалатын болады. Қыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Змейка өрнегін тоқуды үйренеміз. Резинкадан кейін 3 теріс кетеді қыздар. 1, 2, 3 теріс. Одан кейін воздушный петля ар жағында алынған, көрдіңіздер ғой, тесік көрсетіп отырмын. Бұл 2 оңды көрсетіп тұрған, арасы тесік. Онда бірінші воздушный петля кетеді. Одан кейін 2 ілмекті бірге аламыз. 2 теріс ол міндетті түрде қатық болған. Воздушный петля екеуін бірге. 2 теріс, воздушный петля, 2 оңды біріктіреміз. Міне, қараңыздар, көрдіңіздер ғой, тесік ар жағынан және бер жағынан кезектесіп түскендіктен ирелек болып тұрады. Яғни змейка деп айтып жатқаным сол себептен. Қыздар, жұмыстың арты оң, терісі теріс болып тоқылады. Ешқандай өзгеріссіз, өрнек өте оңай. Міне қыздар, қажетті көлемде мен бір иықты бағана шығарып тастағам, енді екінші иықты көрсетіп жатырмын. Онда жалпы 14, мына жерден дәл ортасынан екі жаққа да бөлгенде 7 змейкадан шығады. Бір иықта 5 қалады. Ал манжеті шахмат ретімен кетеді. Қараңдар, 5 қатар оң, міне 5 қатар оң, одан кейін 5 қатар теріс. Өте әдемі түседі. Бір иықты мен бітіріп жатырмын. Қыздар, мен асығып көрсеткенмен сіздер асықпай тоқисыздар ғой. Міне бір иықты қазір бітіріп жатырмын. Қазір екінші иықты басынан аяқ көрсететін боламын. Міне қыздар, мына жерде екінші иықты қараңыздар, былай қарай жоғары қарай кету керек. Олар 4 қатар бекітіледі. Алдымен 5 оңды тоқып аламыз. Міне жіпті жалғадым. Мынау бірінші жалғанған жібіміз. 1, мына 2 жіпті біріктіріп жатырмын, себебі бірден ол жасырынып кетеді. Міне көрсетіп жатырмын ғой. Бірден ол жасырынып кетеді және көрінбей қалады ол. Екінші оң, 5 оң болу керек, 2 оң шықты. Мынау үшінші оң, 4-ші оң және 5-ші оң. Енді осы 5 оңнан кейін біз жолды қысқартамыз. 2 ілмекті біріктіреміз деген сөз. Суретке қарамай біріктіре береміз. Оң болса да, теріс болса да. Міне мынау змейканың жұмысы, біз оны біріктіреміз. Бұл жерде 5 қатардан кейін бұл теріс біту керек. Теріс жағынан алып біріктіреміз. Бұл міндетті түрде бір қатар теріс біту керек. Сол жол міндетті түрде теріс болады және ол теріс болып бекітіліп отырады. Міне екеусін теріс алып біріктірдім. Бұл көрінбей кететін қатар. Ал ары қарай сурет бойынша теріс, 2 теріс міндетті түрде ол қалып тұр. Ары қарай змейка өрнегі.
Енді бұл иықтың арты суреттегідей қыздар. Оң тоқылған жерді оң тоқимыз, теріс көрініп тұрған жерді теріс тоқимыз. Бұл жерде ештеңе қысқартылмайды, ештеңе қосылмайды, өзгеріс жоқ. Міне енді келесі қатарда бізде 5 оң міндетті түрде қалады. Ол шахматты үлгіде кету керек. 5 қатар оң тоқылады. 1, 2, 3, 4, 5 оң тоқылды. Тағы да санап көрейін. Міне шатаспауымыз керек. 5 теріс шықты. Енді мына жерде біріктірілетін жұмысымыз терісінен біріктіріледі. Бір теріс тоқылды. Себебі бізде 5 оңнан кейін міндетті түрде біреу теріс кетеді. Ары қарай сурет бойынша және змейканың суреті бойынша кетеді. Міне қыздар, змейка өрнегін тағы да көрсеңіздер болады. 2 теріс міндетті түрде. Одан кейін өрнектің іліп алған жері змейкада бер жағында тұрса, онда іліп алатын петляңызды ар жағына жібересіз. Мұнда ар жағында тұр. Екеуін біріктірдік. Одан кейін воздушный петля біріктірдік. Міне воздушный петля. Соңғы 3 теріспен бітеді. Міне қыздар, иықтың екінші жағы осылай көтеріліп келе жатыр. 5 қатар оң тоқылды. Міне 5 қатар оң тоқылды. Оның жанындағы бір теріс, 5-еу. Осыдан кейінгі бір теріс үнемі біріктіріліп отырды. Енді соңғы 5 змейкамыз қалды. Мұнда да 5 змейкамыз тұр. Жаңағы шахматтың артында міндетті түрде бір теріс, мұнда да бір теріс ол қалады. Бұл 5 қатар бойы біріктірілді және иық оңға қарай, біреусі солға қарай ашылды көрсеңіздер. Яғни 14 змейкадан екі жақта 5-5 змейкадан қалды. Міне қыздар, қажетті көлемде маған биіктігі 2 иығым бірдей болды. Ең алғашқы 5 тоқылған жерден ғана біз мына жерден шахматный порядок ыңғайлы болды. Ол да бірдей болды. Екі жақта 5 змейкадан бірдей шықты. Биіктік бірдей болды. Иықты біз бекіттік. Енді артын тоқитын боламыз. Міне қыздар, бізімізге 60 ілмекті алдым. Бұл арты. Бұл 60 ілмекті бір міне осындай резина қылып тоқимыз. Бір оң бір теріс көрсетіп жатқандай видеодағыдай. Осындай биіктікте ғана жетеді. 4 сантиметр ма 5 сантиметр ма өздеріңізге қалай ыңғайлы солай биіктікте алып тоқысаңыздар болады.
Міне қажетті биіктікте 1-1 теріс тоқылған резинамыз аяқталды. Қазір енді бір қатар қылып кілең оң жол тоқимын, себебі змейка мен резинаның арасы бөлініп тұрсын деп. Теріс жағынан тоқып шығам, сонда маған ар жақ шеті маған оң болып тоқылған бір қатар жолымыз ар жақтан теріс жолға маған көрінікті болып тұрады. Екі өрнектің орны бір граница бөліп тұрады да, маған солай ыңғайлы, әдемі көрінеді дегенім. Міне бір қатар ар жақтан тоқылған оң, бер жағына маған оң тоқылған теріс болып шықты. Резинаның үстін қараңыздар, теріс болып бітті. Енді қазір змейканы қалай тоқитынын көрсетемін. Мұнда 3 теріс, значит менде 3 теріспен бастаймын. 2, мынау 3 болды. Енді іліп алдық, 2 ілмекті біріктірдік. 2 теріс міндетті түрде. Біреусін іліп алдық, воздушный петля. 2 ілмекті біріктірдік. Дәл осылай кете береді. Жол аяғына дейін. Міне жолдың ең аяғында өрнектеріміз қарасаңыздар, барлығы воздушный петля, 2 теріс. Көріп тұрсыздар ғой, барлығы көрінікті. Ең соңында 3 қалды. Ол 3 міндетті түрде 3 теріспен бітеді. 1, 2 және 3 теріс. Енді өрнек осындай болып түсті. Алғашқы қатар арты суреттегідей оң тоқылған жер оң тоқылады, теріс тоқылып тұрған жер теріс тоқылады. Бұл жерде ештеңе қысқартылмайды, ештеңе өзгертілмейді қыздар. Енді қыздар келесі осылай змейкамыз міне тоқылды, обзор көрсетіп отырмын. Қажетті биіктікке дейін тоқып шығасыздар. Міне қыздар, менің қажетті биіктікке дейін артын тоқып біттім. Міне алдымен жакеттің алдымен артын біріктіріп көрсетіп жатырмын. Маған енді қажетті жерден қолтыққа дейінгі жерді біліп алып бекітуім керек, иықты бекітуім керек болады. Міне 2 иықты біріктіріп жатырмын. Инемен біріктіріп жатырмын. Көрсетіп жатқандай осы ілмектерден біріктіріп, кәдімгідей көктеп шығасыздар. Ол өте әдемі түседі. Бағана видеоның ең басында көрсеткем, сондай болып әдемі болып түседі. 2 шетіндегі петляларын біріктіріп алып отырасыздар. Көктесеңіздер әдемі шығатын болады. Міне 2 жағында біріктірдім, қолтықтың астында ол да бір көктеп шыққанда әдемі змейка болып шықты, қарасаңыздар. Міне өте әдемі, узор болып шықты. 2 жағы да дәл осындай. Міне қыздар, жакетіміз тоқылып бітті, манжеті де әдемі шықты. Өте жеңіл, міне арты осылай жұмсақ және жиналып тұрады. Денеге жұмсақ, созылыңқы, өте созылып та кетпейді, себебі мына змейка өрнегі денеге жиырылып әдемі көрініп тұрады. Иықтар міне осылай бекітілді, өте әдемі түсті. Қыздар, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта тағы да әдемі өрнектерді тоқып үйренетін боламыз. Қош, сау болыңыздар.